Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жаман жолдас. Сабақтың мақсаты оқыған мәтіндегі кейіпкердің іс-әрекетін бағалауды үйрену, мәндес және қарсы мәндес сөздерді меңгеру. Жаңа сөздер: ұялу, қарт, достық. Жаңа сөз үйренейік. Күшті, әлсіз, кәрі, жас, сау, ауру. Қарсы мағыналы сөздерді тап. Сау, кәрі, күшті, жаман. Қарсы мәндес сөздер: жақсы, әлсіз, ауру, жас. Мәндес сөздерді тап. Жолдас, күшті, жаман сөздерінің мәндес сөздері: мықты, нашар, дос. Дескриптор кестесі: қарсы мағыналы сөздерді табады 1 балл, мәндес сөздерді табады 1 балл. Мәтінді оқы. Жаман жолдас. Екі дос жолда келе жатады. Олардың алдынан бір аю шығады. Екеуінің біреуі әлсіз, аурушаң еді, ал екіншісі мықты, жас жігіт болады. Осы кезде жас жігіт ауру жолдасын тастап, үлкен ағаштың басына шығып кетеді. Ауру жігіт ағашқа шыға алмайды. Ол жерге өтірік өлген болып жата қалады. Аю ауру жігіттің қасына келеді. Оны иіскейді де кетіп қалады. Жолдасы ағаштан түсіп: достым, аю құлағыңа не сыбырлады деп сұрайды. Ауру жігіт: сонда аю маған басқа дос тап, мұндай адаммен жолдас болма дейді. Досы қатты ұялып төмен қарапты. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші, мықты жігіт неге ағаштың басына шығып кетті? Екінші, ауру жігіт неге жерге жата қалды? Үшінші, мықты жігіт дұрыс жасады ма? Төртінші, сен не істер едің? Дескриптор кестесі: мәтінді оқиды, түсінеді 1 балл. Сұрақтарға жауап береді 1 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. Жазайық. Өз пікіріңді жаз. Нағыз дос қандай болады? 4-5 сөйлем құрайды 1 балл. Өз ойын жазады 2 балл. Сөйлемдегі сөздердің орнын сақтайды 1 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.